Қорқыт атаның өліміне қандай оқиға себеп болды? Дәлірек айтқан кезде әйел адамға қол көтеру бұл адамның өліміне алып келеді ме? Бүгін дәл осы туралы сөз қозғайтын боламыз достар. Қорқыт атаның былайша айтқанда оқиғасы, Қорқыт атаның қиссасы туралы. Бастамас бұрын міндетті түрде аңызы туралы. Бастамас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, комментарийға өздеріңіздің адекватты тұрғыда ойларыңызды жазып кетіңіздер. Бұл видеоны достарыңызға таратыңыздар, сыныптастарыңызға, группаларыңызға таратыңыздар. Өте маңызды видео. Сонымен қоса келіп жеткен осыдан бірнеше күн бұрын болған әйелдер қауымын шын жүректен мерекелерімен құттықтаймыз. Ал ендеше кетіп бастаймыз. Сонымен Қорқыт атаның оқиғасы қалай болды? Қорқыт ата білесіздер, былайша айтқанда аңыз адам дейміз. Шынымен де ата аңызға айналған адам тура мағынасында өзінің қобызымен тартып жүреді да бір күні ажалдан қаша бастайды. Жоқ, мен өлмеймін, жоқ, мен ажалым келмейді, мен ажалдан барынша құтыламын дейді. Ажалдан қашып ол былай қарай қашады, солтүстікке қашады, оңтүстікке қашады, батысқа қашады. Өзінің жаңағы қашқан жеріне барған кезде алдынан көр шығып қалады. Көр деген жаңағыдай адамды желейтін жер. Көр шығып қалады, бұл кімнің көрі десе, бұл Қорқыттың көрі. Жоқ, менің көрім емес. Барады, қашады, басқа жаққа қарай қашады. Ол жақтан барған кезде тура жаңағыдай көр шығады. Бұл кімнің көрі? Қорқыттың көрі, басқа кімнің көрі болушы еді. Жоқ, бұл менің көрім емес. Басқа жаққа қарай қашады. Бұл кімнің көрі? Қорқыттың көрі. Бұл кімнің көрі? Қорқыттың көрі. Сөйтіп қашып әйтеуір дегенде отырады, былайша айтқанда енді міне комфорт, таза керемет бір ажал келмейтіндей жерді таптым десе, сол жерде қобызын тартып отқан кезде сол аяғынан келеді да жылан шағып алады. Осылайша Қорқыттың ажалы келіп Қорқыт қайтыс болады. Сөйтіп жаңағы енді Қорқытты барынша адамдар қарап отыр ғой, өлмесе екен, ажал келмесе екен, бүкілін аңдып отыр дегенде, сол кезде Қорқыт айтады, жоқ, бұл ажал өзімнен болды дейді. Себебі бала кезде дәл осы сол аяғымен қарындасымның басынан бір теуіп жібергеннен байқамай дейді. Байқамай, енді білмеймін, бір оқиға. Әйтеуір теуіп жіберді, сол аяғымен сол аяғынан келіп жылан алып шағып алады. Осылайша періштелер жанын алады, осылайша Қорқыт ата қайтыс болады. Қорқыт атаның осы жерде айтқаны, келер ұрпаққа айтыңдар, міндетті түрде қыз баласына ешқандай аяқ көтермесін, қол көтермесін, ұрмасын, соқпасын. Әйтпесе олардың осынау бір іс-әрекеттері олардың ажалына себепкер болады дейді. Бұл жерде біз қандай мән аламыз, қандай ой түйе аламыз? Әрине түсінікті, ол жерде қыз баласын ұруға болмайды. Қыз баласы келсе жалпы адам баласын ұруға болмайды, өйткені ертең өзінің ажалына себепкер болады. Бәрібір де өмір жерден керек, бәрібір де өмір қайтарып береді сол нәрсені. Бұл жерде мынандай бір аналарға, үлкендерге өзінің баласы 10-12 жасқа дейін әлі толмаған, әлі қиялы қалыптасып үлгермеген бала кезде, балабақшада, мектепте, отбасында осы бір қиссаны міндетті түрде, осы бір аңызды міндетті түрде айтып жүру керек. Аңыз бұл, осы бір аңызды міндетті түрде айтып жүру керек. Неге? Себебі осылайша біз қазіргі енді өте қатты талқыланып жатыр, зорлық-зомбылық мәселесі, басқа мәселе дейді. Адам ұру мәселесі, жалпы адамға тиісу мәселесі. Осы мәселелердің бүкілін осы бір аңызбен шешіп кете аламыз.